Бүгін бізде студияға келген екінші қонағымыз бар. Ол сыйлықты қолдан жасағанды ұнатады. Шынар Қалықова. Шынар, қайырлы күн. Көңіл күйің қалай? Біздің студиямызға өңкей бүгін шеберлер келіп жатыр екен. Шынар ханым, күлкіңіз өте әдемі екен, әппақ болып отырсыз. Енді осы күлкіңізді халыққа сыйлаңыз, көңіл күйді осы халықпен бөлісе отырыңыз. Енді қолыңызбен жасаймын деп отырсыз, ол яғни іс сізге нәпақа табуға көмектесіп жүр, иә? Иә. Немен таңғалдырасыз бүгін? Бүгін мен сізге букет жасаймын. Анашым. Жоқ, неге? Жалпы Шынар, біздің режиссерлер қазір осыны ескерер. Мен сенің жаныңа отырып, саған көмектесуге тырысайын. Екеуміз бірге жасайық. Менің ойымша қазір алдағы уақытта керемет мейрамдар келе жатыр. Сол мерекеге орай, мысалға тамаша дайын идея. Мен де оны өзімнің қолымнан жасап, өзімнің жақындарыма сыйлауға тырысамын. Шынар, өзімен бірге не алып келдің? Қандай сыйлық жасаймыз бүгін? Бүгін мен қорап алып келдім, қорап, және гүлдер, және шоколадтан жасалған әріптер. Қазір тенденция айналған. Қараңыздар, Анашым. Анашым. Гүл. Букет жасаймыз. Сындыр. Мінеке қараңыздар, анашым деп жазылған. Анашым. Иісі қандай тамаша. Әріптерді қалай жасайсыз? Әріптерді біз кез келген шоколадтан жасауға болады. Көбінесе бельгийский шоколадтардан жасаймыз. Арнайы құрылғысы бар, иә? Құрылғысы бар, өзіміз жасаймыз. Қазір көп осы әріптерге тапсырыс көп болып жатыр қазіргі таңда. Енді бастайық онда ендеше. Көрсетіңіз халыққа. Біз Шынар екеуміз жасай берейік те, бірден сұрақтарға жауап беруге тырыса берейік. Мен естеймін. Мен қарап отырайын, иә? Сен бізге қарап отыр. Немесе инстаграмға түсіре қап, телефоным қасымда жоқ. Қалай жасаймыз? Қорапты ашамыз. Қорапты ашып. Шынар, енді жалпы жасым нешеде? Жасым 27-де. 27-де. Осы уақытқа дейін сен өз қолымен сыйлықтарды жасап, тарту етіп келе жатырсың. Қанша уақыт болды осы іспен айналысып? 3 жыл болады. 3 жылдың көлемінде болып қалды. Неліктен осы сыйлыққа келдің? Жалпы өзіңде кішкентай кезден икемің бар ма осыға? Икем болған жоқ. Біріншіден ініме қызына сыйлық жасап көрейік деп бастап көрдік. Сосын бақылап қарасам өзіме ұнай бастады, өзіме қызық. Сосын өзім күйеуде декретте отырдым да, екіқабат болдым да, сосын айналыса бастадым. Декреттік, міне декреттік демалыста отырғанда көптеген идеялар қыздардың ойларына келіп, соны кәсіпке айналдырып үлгереді. Сосын ары қарай не істейміз? Сосын кәсіпке айналып кетті менің жұмысым. Енді қазір келесі бірінші гүлдерді салып алайық. Ал қазіргі таңда енді тенденцияға сай сыйлықтары сыйлағанды ұнатады ғой көбінесе. Сен соны өзің жиі бақылайсың ба? Иә, бақылап тұрамын. Әсіресе ресейліктен қарап отырамыз. Өйткені жаңалықтардың бәрі ресейден келіп отырады бізге. Солардың мастер-класстарын, ютубтан немесе жаңалықтарын көріп отырамыз. Сосын содан қарап жасап отырамыз. Ал қазіргі таңда қыздар қандай сыйлық алғанды ұнатады? Ер адамдар қандай сыйлық алғанды ұнатады? Қыздар осындай букетпен арнайы есімдер жазылған ұнатады көбінесе. Мысалы, Айдана, көп аттар бар. Алия, мысалы, арнайы өзіне арнаған сыйлық деп қабылдайды да, сондай көп ер адамдар көп жасайды. Сосын бізде киндерлармен, тәттілермен, көп болады, печеньялармен, андай макарон француз печеньялармен жасаймыз. Еркектерге, ер адамдарға бізде саған деген сезімнің елу себебі деген бар. Соның жаңа парфюм қосамыз, портмоне. Носки арасында, да? Бірақ мен носки онша ұнатпай жасатқан. Қазір енді кезде, енді носкиден, яғни шұлықтан роза жасап бастады. Ер адамдар жауыры шығып кеткен негізі тақырып олар үшін 23-ші ақпанда бізге нәскименен жаңағы қырынатын қырғыштарды ұстанып бермей қойса. Мына гүлді не істейміз? Гүлді қырқып сала берейік. Гүлді қырқып салайық. Бұл спрей розасы деп аталады, өте нәзік гүлдер. Өте әдемі. Спрей розасы. Спрей розасы. Негізі ер адамдар күнде өздерінің сүйіктілеріне гүл сыйлап жатса, қандай тамаша. Бүгін нағыз көсіліп тұрып сөйлейтін тақырып қой. Бақылап отырған ер азаматтар болса. Сіздің құлақтарыңызға алтын сырға және әйеліңіздің құлақтарыңызға мен мынаны саған қырық бере беріңіз. Қырқып бере берейін. Осындай көлемде, осындай ұзындықта. Бұл яғни мынадай қорапшалар дайын сатылады. Сатылады, иә, заказбен береміз. Кейбір фирмалар сізге беруге бола ма тапсырысты? Болады, тапсырыс берсе деп. Біз алдыртамыз. Енді идеяны көбінесе ресейліктерден аламыз дейміз. Ал бізде қазақстандықтарда ондайлар идея тарататындар жоқ па? Әлде бір-бірімен бәсекелестік бар. Тым қатты болғаны соншалық
бір-бірлеріңізге айтпайсыздар ма? Иә, енді Шынар, Бәсекелестік жоғары. біздің қаншалықты жастар креативті идеялары бар. Көп тапсырыстар көп па? Көп деді, иә. Әсіресе қыздардан шығар, иә? Иә, анасына, ұлдар, ер адамдар мамаларына көп береді. Сосын менде көбінде басқа қаладан көбінде, Ақтау, Атырау, Батыс жақтан көп келеді. Тұрғылықты клиенттерінде бар. Телефонмен сөйлесеміз, WhatsApp-пен жібереміз суретін. Мысалы, қызым мен Казгуда оқиды, қызым мен Мындақта оқиды, қуантқым келеді. Мысалы, жаңа жылда, туған күндерде. Жүрген адамдар. Иә, өздері қыздары Алматыда, балалары, өздерін Атырауда, сонымен WhatsApp-пен жібереміз суретін, фотоотчет жібереміз. Ол кісілер бізге карточка арқылы ақшасын салады, сөйтіп бала қылатамыз. Ең қымбат деген осындай қолдан жасалған handmade қанша тұрады? 35 мың тұрады. 35 мың. Ол не болады? Ол үлкен торттар шоколадпен полный толған, ішін барлығы шоколадпен толтырылған болады, сыртын бәрі шоколадпен. Ал ең арзаны? Ең арзаны 2,5 мыңға болады, кіші қорапшада. Ал енді өзіңіз соңғы уақытта қандай сыйлық алдыңыз? Жалпы сізге берілген сыйлықтардың легін, топтамасын айтып өтсеңіз. Топ 5 бар ма сізде? Сіздерге деген махаббатымды әзірше білдіре тұрайын. Менің мынау жүрегім. Қандай сыйлықтар? Маған көбінде гүл алғанын айт өзіме. Гүл сыйлағанын ұнатасыз? Иә, гүл сыйлағанды. Өзім біреуге сыйлағанды ұнайды, өзім де алғанын ұнатамын гүлді. Өзім кішкентай кезімнен. Әрине, гүлді кім жақсы көреді? Мен өзімше гүлді жақсы көрмеймін деймін. Бірақ дегенмен де біреу гүл сыйлаған кезде. Ең бағалы сыйлық қандай болды сіз алған? Ең бағалы сыйлық мен үшін 35 мың десеңізші. жоқ. Білмеймін. Ең бағалы сыйлық телефон шығар. Егер ақшалай айтатын болсақ. Ақшалай айтатын болсақ. Ақшалай жағынан айтатын болсақ, құнды сыйлық деп Мен айтамыз. айтайын, әңгімемді жалғастырайын, жаңа ғана гүл жақсы көрмеймін деп үнемі айтамын, гүл әкелмей-ақ қойыңдар деп мен туған күніме сөйтсек енді барлығы әлі де гүл алып келеді. Гүлдің болғаны жақсы, әрине олардың көп болса, 2 көлік, 2 машина гүл алып кеткен соңғы туған күнімде. Гүлсіз әрине гүлдің оның орны бөлек. Қайырлы күн, құрметті қазақстандықтар. Алматы арнасына тікелей эфирде лайв студия телебағдарламасы. Бүгінгі біздің тақырып сыйлық қымбат па, әлде сыйластық па? Осы тақырыпқа орай студиямызға екінші қонағымызда келіп, өзінің өз қолынан жасап шығаратын сыйлықты сыйлауды әдетке айналдырып, және де табыс көзіне айналдырып отырған Шынар ханым. Шынар ханым мінекей қыз-келіншектерге арналған, мынадай өте әдемі гүлді ойлап тауып шығарды. Ал мынаны ер азаматтарға сыйлаймын деп өзінің қолынан шығарды. Ол енді аян камера көрсетсін қазір, дәл қазір мінекей ер азаматтарға. Енді біз жарнамаға дейін және жарнама уақытында осындай қорапшаны жасап үлгерген сияқтымыз. Мінекей анашым деп жазылған тәттілерді алып, қорапшаның ортасына сәндеп тұрып тіземіз. Немесе ана деуге де болады. Анашым сөзінен қандай тағы да сөздер шығады? Ана. Ана. Қазір, Шынар қойсын қазір, сосын мен сіздерге жақсылап тұрып көрсетемін. Мінекей, менің ойымша өз аналарыңызға тек қана 8-ші наурызда ғана емес, күнде осылай сыйлық сыйлап тұрсаңыздар, мінекей қараңыздар, қандай керемет. Менің ойымша аналарыңызға арнап осындай қорапшаны. Шынар, тағы бір сұрағым. Мына шоколад еріп кетуі мүмкін бе? Еріп кетуі мүмкін бе? Егер ыстық жерде ұсталсақ. Егер комнатный осы температурада болса, онда ол ерімейді. Мына қорапшаның ішінде кішкене сулау керек, гүлдерді. Рахмет, мен кеттім, анашыма сұрайын. Және де мынандай макарондарды алып келіпсіз, е? Оны екіншісіне салса, жоғын байлайсыз, алдына қарай бантик қып, жауып. Бұны екінші, бұл дух ярысының коробка деп атады, үстіңгісінде гүлдер, екі ярысында. И астында осы макарон печенье, немесе басқа да конфеттерді салсақ болады, конфеттерді. Клиенттің қалауы бойынша, осылай. Ал енді сізге тапсырыс беретін мысалға ер адамдар өздерінің сүйіктілеріне қандай сыйлықтарды сыйлағанын қалайды? Көбінде осындай әріптермен және киндер тәттілері ғой, солармен көп береді. Ол қандай болады киндермен? Киндер тортиктар ғой, торттар сыртын шапталған, аюлармен, сондай береді. Енді мына қорап туралы тағы сұрағым келіп отыр, оның
түске де мән беретін адамдар бар ма? Бар, әрине. Кейбіреу айтады, маған қызыл роз, тек қана қызыл раушандардан ғана сеп беріңіз. Менің анам осындай гүлді жақсы көреді. Менің қызым нәзік күлгін цветті жақсы көреді деп тапсырып береді. Ал мынаны не істейміз? Бұны екінші несіне саламыз деп. Бұл духияр, екі қабатты. Екі қабатты қорап қой бүгін. Міне мынау Салып көре Бұл ғой. үстін жасадық. Бұл қорапты жақсы ойлап тапқан. Тек қана гүл емес, және тәттілеп те жеуге болады. Бұл жерге көбінде осы печеньелар бізге тапсырысқа түседі. Бұл печеньеларды қалай атайды? Макаронс деп атайды. Макароны? Макаронс. Макаронс. Бұл француз печенье. Бұны біз тапсырыспен береміз. Француз елінен келген, қазір көптеген қыздардың сүйікті тәттісі. Енді сыйлық жасайтын заттарды ұнатуыңыз неге байланысты жалпы Шынар? Өзім әдемілікті, өзім гүлді, сондай мен жақсы көремін. Бақыт сыйлаған жақсы Иә, бақыт сыйлаған жақсы көремін. Біреуге өзгеге бақыт сыйлау арқылы Шынар содан қанағаттанады, иә? Аха, өзіме. Енді көңіл күйіңізге ме, жалпы шабытыңызға ма, әлде енді тың нәрсені игеру, оған машықтану ма, немесе мақтану ма? Жоқ, өзіме көңіліме жақын. Ештеңе күтпейсің? Жоқ, ештеңе күтпеймін. Кейбір идеяларым көп, оны істей бергім келеді, істей бергім келеді. Көбінде түнде істеген жақсы көремін. Түнде шабытым жақсы ашылады деп айтсам болады. Қаншама ақын жазушылар шедеврлерін түнде, яғни әкелген ғой өмірге. Неліктен түнде? Тыныштық, ешкім мазаламайды, ешкім звондамайды, балаларды ұйықтатамын, бәрі тыныш. Инстаграм парақшасында бұл бар, иә? Бар. Сенімен қалай байланысуға болатынын айта ғой? Менде подарки нижний пробел Алматы, нижний пробел. Түй, қандай жарнама кетті осы жерде. Біз енді Ания екеуміз барамыз, бізге 50% Жеңілдік, жасаймыз деп отыр. Шынар, енді өзің жалпы қалай ойлайсың? Сыйлық қымбат па, әлде сыйластық қымбат па? Әрине сыйластық қымбат. Не себепті? Себебі кішкентай... Адамды сыйласаң, сыйлық ал деген ба? Жоқ, олай емес. Адамға тек қана сыйлық қана емес, мысалы күлкі сыйласаң да, ол сыйластыққа да, мысалы амандассаң да, күліп қал жағдайын сұрасаң да, ол жылы сөзбен де адамды қуантуға болады. Және де кішкентай болсын, үлкен болсын, ол айырмашылығы жоқ сияқты маған сыйлықтың. Сол үшін сыйластық қымбат. Сыйлықтың тіпті көлемі де маңызды. Иә, маңызды емес, әрине. Ол бір конвертте болуы мүмкін жұпшыға. Жұпшыға. Мысалы, мама деп балаңда мысалы сурет әкеп гүл салып берсе, оның өзі бір мысалы үлкен бақыт деп ойлаймын, үлкен бір қуаныш. Енді алда мейрамдар келе жатыр. 1 мамыр, 7 мамыр, 9 мамыр. Өзің жолдасыңа 7 мамырға сыйлық дайындап үлгердің бе? Сол дайындаған жоқпын әлі, сол ойланып жүрмін. Осы торттардың арасында айтпақшы, көбінесе анашым деген тортқа, яғни тапсырыс көбірек түседі дейсің. Әкешімге түсе ме? Әкеге біз көп торт сыйламайтын сияқтымыз. Көбінде менде 4 коробкаға бағана макарондармен, және мысалы, самый лучший папа в мире де көбінде орыстар береді да. Мысалы, ең жақсы әке, өмірдегі әке деп. Оларда креативный, яғни бір жағынан өнерге жақын тың идеяларға толы, бай ер азаматтар. Ал енді қарашы, осы сыйлық жасаудың хас шебері атану үшін қандай да бір оқу курстары бар ма бізде? Иә, мастер-класстар бар. Өзің жүргізесің? Флористика. Жоқ, өзім жүргізбеймін. Өзім әлі маған ол үшін барым керек. Сол флористика оқуына барып, сертификатын алып, және де жоғары оның нелер көп, дәрежелері ме? Шынар ханым, енді мынаны не істеуге болады? Ер азаматтарға жай ғана сыйлай ма, әлде мына жерге қызыл лента байлап қоямыз ба? Болады. Енді қазақта жақсы сөз бар ғой, ысырап болып қалмасын деген. Оның да бір лайфхакта қазір бір... Немесе бүйтіп аластау жүру керек. Жоқ, мына кішкентай нелердің гүлдер, кейбір келесі гүлдерге қосса болады. Мынаны айтпақшы жапырақтарын қолдануға болады. Бұршақтарын, жоғары сосын не істеуге болады тағы? Ал енді Шынар ханым, менен бір сұрақ, қайырымдылық, жалпы қайырымдылыққа өзің қалай қарайсың? Қайырымдылық кештерді ұйымдастырасың ба? Балалар үйіне барып осындай сыйлықтарды сыйлағанды жалпы тәжірибеңде болды ма сондай? Әлі болған жоқ, сол ойымда бар. Жасауым келіп жүр. Кішкентай балаларға тәттілермен көбінде істесем ба деп жүрмін. Мысалы, жаңа жылда ма, былай жолдасым көмектесіп тұрады. Өйткені айта кету керек, иә, отбасыларында ерлі-зайыптылар өздерінің балаларына енді күн арады сыйлық жасап тұрса, менің ойымша дәл жаңағы балалар үйіне барып, көп отбасылы үйлеріне барып сыйлықтарды міндетті түрде сол жерде беру керек деп ойлаймын. Сонымен Шынар ханым, уақытымыз өкінішке орай шектеулі, сол себептен біздің студиямызға келіп қызықты пайдалы ақпаратпен бөліскеніне рахметімді айтамын. Мына сыйлықтың иісін, керемет. Анаңызға арнайсыз, иә, бүгін барып апарып бересіз. Анаңызға сәлем айтыңыз бізге, келгеніңізге рахмет. Міндетті түрде сізге келетін боламыз.